Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Біз тәрбие психологиясы дәрісімізді ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі видеода біз тәрбиені диагностикалау әдістерінің сипаттамасын қарастыратын боламыз. Жалпы тәрбиенің нәтижелерін диагностикалау барысында жиі қолданылатын әдістердің негізгі 6 түрін ажыратады. Олар сауалнама, іс-әрекет өнімдерін талдау әдісі, бақылау, әңгіме, шкалалау және тестілеу әдістері. Олардың әрқайсының диагностикалауда қолданылатын тиімді және де әлсіз тұстары бар. Әрқайсына жеке-жеке тоқталып өтейік. Ең алғашқысы сауалнама әдісі. Сауалнама бұл алдын ала жүйелі түрде құрастырылған сұрақтар арқылы психологиялық ақпарат алуға арналған әдістемелік тәсіл болып табылады. Сауалнаманың 2 түрі бар: ашық сұрақтар және де жабық сұрақтар. Ашық сұрақтар жауап беруші өз ойымен еркін жауап береді. Ал жабық сұрақтарда дайын жауап нұсқалары беріледі. Респондент тек жауабын таңдайды. Сауалнамаға қойылатын талаптарға келетін болсақ, олар білім алушының моральдық сапаларын тікелей бағалауды талап ететін сұрақтарды қоюға болмайды. Сұрақтар қысқа, мазмұны жағынан түсінікті, нақты және білім алушыға қолжетімді болуы тиіс. Бір қасиетті анықтау үшін бірнеше сұрақ қою жауаптардың шынайылығын тексеруге мүмкіндік береді. Және де сауалнаманың құрылымы сақталуы тиіс. Сауалнаманың құрылымына келетін болсақ, жеңіл нақты сұрақтар, яғни іс-әрекет пен оқиғаларға қатысты сұрақтар болуы тиіс. Күрделі сұрақтар, пікірлер мен бағалауларды анықтауға бағытталған сұрақтар. Ал жеңіл сұрақтар қарапайым және жағымды сұрақтар болып табылады. Сауалнама әдісінің артықшылықтары мен кемшіліктерін айта кететін болсақ, артықшылықтары көп адамды бір мезетте қамту мүмкіндігі, ақпаратты жылдам жинау, нәтижелерді оңай өңдеу, сонымен қатар статистикалық талдау жүргізуге ыңғайлылық. Ал кемшіліктерін айтатын болсақ, олар білім алушылар сұрақтарды әртүрлі түсінуі мүмкін. Жауаптардың шынайылығы жоғары бола бермейді. Және сұрақтардың қатал құрылымы респонденттің ойын толық жеткізуіне кедергі келтіруі мүмкін. Келесі бізде іс-әрекет өнімдерін талдау әдісі. Іс-әрекет өнімдерін талдау әдісі педагогқа білім алушылар туралы психологиялық ақпаратты олардың оқу және шығармашылық жұмыстарын талдау арқылы алуға мүмкіндік береді. Яғни іс-әрекет өнімдерін талдау әдісінің міндеттеріне келетін болсақ, ол тұлғаның қызығушылығын ашу, тұлғаның көз қарасын ашу, бос уақытын өткізу тәсілін анықтау және өмірлік ұстанымдарын анықтау. Келесі бізде бақылау әдісі. Бақылау педагогикалық тәжірибеде жиі қолданылатын негізгі әдістердің бірі. Әдіс білім алушылардың іс-әрекеті мен мінез-құлқында байқалатын психикалық ерекшеліктерін қабылдау негізінде жүйелі түрде сипаттауға, алынған деректерді жүйелеуге, қорытынды жасауға бағытталады. Бақылау әдістеріне қойылатын талаптарға келетін болсақ, нақты тұлғалық қасиеттердің көріністеріне бағытталуы тиіс. Бақылауды бастамас бұрын нақты міндеттерін, жоспарын, көрсеткіштерін, қателіктер мен оларды болдырмау жолдарын, күтілетін нәтижелерді анықтап алуымыз қажет. Содан соң өз алдына жеке міндет ретінде жүргізілуі тиіс. Білім алушы үшін табиғи және үйреншікті жағдайда өтуі қажет. Алдын ала жоспарланған жүйе бойынша тұрақты түрде жүргізілуі тиіс. Содан соң нақты және бейтарап деректерді тіркеу керек. Және де деректер бақылау барысында не аяқталғаннан кейін бірден жазылуы қажет. Бақылау әдісінің артықшылықтары мен кемшіліктерін қарайтын болсақ, кемшіліктері бізде нақтылық іс-әрекетті тікелей көру арқылы шынайы дерек алу, кешендік вербалды емес әрекеттерді қамтиды. Процесті көру мүмкіндігі нәтиже ғана емес, оның қалыптасу барысын бақылау. Қайталанушылық бір құбылысты бірнеше рет бақылап салыстыру. Және де икемділік, яғни зерттеу мақсатына қарай бақылау түрлерін өзгертуге болады. Және де кездейсоқ факторлардың әсерін толық жою мүмкін емес. Барлық деректерді толық тіркеу мүмкін болмағандықтан маңызды жайттар ескермей қалуы ықтимал.
жеке жағдайларды бақылау мүмкін емес, пассивті сипатта, яғни педагог жағдайдың дамуына тікелей әсер ете алмауы, және де ақпаратты сандық талдауға бейімдеу қиын. Бұл кемшіліктері болып табылады. Келесі бізде әңгіме әдісі. Әңгіме бұл педагог пен білім алушы арасындағы тікелей қарым-қатынас арқылы психикалық ерекшеліктер туралы ақпарат алу әдісі. Ол алдын ала дайындалған сұрақтар жүйесі арқылы жүзеге асырылады. Яғни стандартталған және де еркін. Стандартталған жоспарланған бағдарлама бойынша нақты реттілікпен қойылған сұрақтар. Ал еркін сұрақтардың мазмұны алдын ала толық жоспарланбайды. Әңгімеге дайындық кезеңін айта кететін болсақ, ең біріншісі бізде мәселелер аспектілерін ойластыру, яғни фактілер мен материалдарды іріктеу. Содан соң реттілік, яғни сұрақтардың не тақырыптардың реттілікпен қойылуын анықтау. Және де өткізу жағдайлары, яғни өткізілетін орын мен уақытты дұрыс таңдау өте маңызды. Әңгіме әдісінің артықшылықтары мен кемшіліктерін айтатын болсақ, артықшылықтары: әңгіме барысында педагог тікелей қарым-қатынас орнатып, әңгімелесуші реакциясын, мінез-құлқын, қарым-қатынасын байқай алады. Қосымша нақтылау сұрақтарын қоя алады. Ауызша жауап жазбашаға қарағанда аз уақытты қажет етеді. Жауапсыз қалған сұрақтар саны едәуір азаяды. Білім алушылар ауызша сұхбатты жауапкершілікпен қабылдайды. Ал кемшіліктері: әңгіме барысында алынған мәліметтер объективті факт емес, адамның жеке пікірі екенін ескеру. Кей жағдайларда әңгімелесуші шынайы жағдайды саналы немесе бейсаналы түрде бұрмалауы мүмкін. Әңгіме нәтижелерін тіркеу мәселесі де күрделі. Келесі бізде шкалалау әдісі. Шкалалау бұл нақты сапалық психологиялық құбылыстарға сандық мән беріп, оларды өлшеуге мүмкіндік беретін әдіс. Шкалалау әдісінің артықшылықтары: қолдану қарапайым, алынған нәтижелерді математикалық өңдеуге және талдауға мүмкіндік береді. Ал кемшілігі: әрбір көрсеткіштердің мазмұны мен критериялары нақты сипатталуы қажет. Және де соңғы әдіс бізде тестілеу әдісі. Тестілеу тұлғалардың психологиялық және де тұлғалық сипаттамаларын өлшеуге арналған стандартталған әдіс. Тест объективті немесе субъективті мәліметтерді алудың ең тиімді және аз еңбек талап ететін тәсілдерінің бірі. Тест мазмұнында орташа, жиі, жақсы, нашарлау сияқты екі ұшты ұғымдар болмауы тиіс. Себебі адам бұл сөздерді де өз түсінігіне сай қабылдайды. Егер мұндай сөздер қолданылса, онда олардың мағынасы нақты анықталып, нұсқаулықта түсіндірме берілуі қажет. Назарларыңызға рахмет. Дәрісіміздің жалғасын келесі видеомыздан тамашалай аласыздар.